Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен осындай қазақтың ұлттық тағамы, ет тағамының рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен етімізді жақсылап жуып, тазалап аламыз. Артық сүйектері, артық заттары болмау үшін. Одан кейін суымыз міндетті түрде суық су болуы қажет. Жылы немесе ыстық су болатын болса, етіміз бірден қатайып, қатты болып пісетін болады. Картоптарымызды қалауымызша пияз, сәбізімізді салып, дәміне қарай тұзын салып, бетін жауып қайнатуға қоямыз. Етіміз қайнамай тұрып осылай көбіктері шығады. Жаймендеп көбіктері шыққан кезде осылай міндетті түрде сүзгімен алып отыру қажет. Етіміз қайнап бастады, тағы да көбіктері шықты. Осы көбіктерін тағы да сүзгінің көмегімен алып аламыз. Көбіктерін алсақ, сорпамыз мөп-мөлдір, әдемі болып қайнайтын болады. Етімізді баяу отта 4 сағат, 5 сағат қайнатамыз. Етіміз піскенше жұмсақ, өте дәмді болып піседі. Картопы, сәбізі пісті. Оларды піскен кезде міндетті түрде бөлек алып қоямыз. Етіміздің қамырын дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқа және де тұз, су барлығын жақсылап қатты етіп, қатты қамыр илейміз. Міндетті түрде қатты етіп илеу керек. Сол кезде қамырымыз езілмей өте жақсы болып піседі. Қамырды көбірек илейтін болса, осылай жып-жылтыр, өте әдемі болып жайылады. Және де піскен кезде де өте жақсы, өте дәмді болып піседі. Қамырымызды жарты сағатқа осылай салфанға салып қойып қоямыз. Оған дейін тұздығын дайындаймыз. Бір дана пияз, оның үстінен етіміздің сорпаның бетіне майы шықты. Тұздығын жақсылап дайындап аламыз. Баяу отта тұздығын қайнатып аламыз, пиязымыз піскенше. Тұздығымызды 2-3 минут қайнатып аламыз. Қамырымызды тағы бір рет қайырып, 2 зуалаға бөліп алдым. 5 минут тұрғаннан кейін осылай арасына ұн сеуіп отырып, қамырымызды жұқа етіп жайып алдым.
4-5 сағат қайнады етімізді сүзіп алып, осылай сорпамызды қатты қайнатып, қамырымызды бірінің үстінен бірін салып отырамыз. Қамырымыз бір-біріне жабысып қалмауы қажет. Осылай ашық сорпаға салып отырамыз қамырларды. Бірінің үстіне бірін салатын болсақ, бір-біріне жабысып қалады. Осылай қасықпен қозғап отырамыз. Барлығын тездетіп салуға тырысамыз қамырды. Барлығы бірден біркелкі әдемі болып пісуі үшін. Қамырымызды салып болғаннан кейін астынан жоғарыға қарай қамырымызды қозғаймыз міндетті түрде жабысып қалмауы үшін. Қазанның қақпағын жауып қатты қайнағанша күтеміз. Осылай қозғап отырамыз. Қамырымыз піскен кезде өзі әппақ болып піседі. Сол кезде қамырымызды ала берсек болады. Осылай қамырымыз әппақ болып, әдемі болып пісті. Қамырымызды ала берсек болады. Мен қамырды алатын кезде міндетті түрде бір кесе су құйып аламын. Шолпымен жақсылап қамырымызды түсіріп аламыз. Қамырымызды осылай түсіріп алдық. Барлығын арасына тұздығын жақсылап құйып шығып, алдын ала еттерді ұсақтап турап алдым. Мен барлық еттерін салып, қонақтарыңызға немесе отбасыңызға ұсына берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Сіздермен бірге болған Гүлманат. Келесі видеоларды көргілеріңіз келсе, менің парақшама тіркеліп, міндетті түрде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздерде ет тамағын қалай жасайды, қай өңірденсіз? Міндетті түрде пікірлерге жауап беретін боламын.